Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санау жүйесі бір жүйеден екінші жүйеге аудару. Сабағымыздың мақсаты ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік, сегіздік, 16-лық санау жүйесіне аудару және кері аудару. Санау жүйелерінің түрлері. Санау жүйелерінің түрлері: ондық, 0-ден бастап 9 цифрға дейін қолданылады, екілік 0 мен 1, сегіздік 0-ден 7-ге дейінгі цифрлар, 16-лық 0-ден 9-ға дейінгі цифрлар және де ағылшынның бастапқы 6 әріпі, үлкен бас әріптерінде. Мысалы, 10 саны ондық санау жүйесінде, екілік санау жүйесінде, сегіздік санау жүйесінде, 16-лық санау жүйесінде. Енді аудару, ондық санау жүйеден екілік санау жүйесіне ауыстыру. Ережесі бойынша санды 2-ге бөліп, қалдықты жазу, бөліндіні 0-ге жеткенше қайталау, қалдықты кері тәртіпте жазу. Сіздерге мынау түсінікті тілде былай сызып көрсетіп көрейін. Және мынаны ақ цвет қылып ала салайық. Мысалы, 25 саны. 25 санын оны бөлеміз 2-ге. 12 келеді, 24 болады. Бір қалдық. 12-ні бөлеміз 2-ге. 6, 12, 0 бөлеміз 2-ге. 3, 6, 0 бөлеміз 2-ге. 1, 2, 1. Ары қарай 1-ді 2-ге бөле алмаймыз, осы жерден аяқтаймыз. Мына цифрдан бастап былай қарай кері ретпен жазып шығамыз. Яғни бірінші мына 1, одан кейін мынау 1, одан кейін 0, одан кейін 0, одан кейін мынау 1. Нәтижесінде 11, 0, 0, 1 деген сан шықты. Бұл бізде 25 санының, мынау бізде ондық санау жүйесінде болса, мынау бізде екілік санау жүйесінде екен. Яғни бөліп жаза береміз, соңғы қалған цифрменен жоғары қарай қалдықтарды жазып шығатын боламыз. Ондықты 8-дікке аудару. Дәл сол ереже бойынша, бірақ 8-ге бөліп отырамыз. Мысалы, 100-ді бөлеміз. Бізде 8-ге 100 деген санымыз 8-дік санау жүйесінде қалай болады екен? 1, 8, 2, 2, 16, 4 қалдық қалды. Ары қарай 12-ні бөлеміз 8-ге. 1, 8, 4 қалдық болды. Ары қарай 1 бөлінбейді 8-ге. Осы жерден бастап кері жазып шығамыз. Нәтижесінде 1, мына 4, мына 4. Яғни бұл бізде 8-дік санау жүйесінде. Яғни 100 санымыз 8-дік санау жүйесінде 144 болады екен. Сол секілді, мысалы үшін 50 дегенді бөлетін болсақ 8-ге, 50-дің ішінде, бұны 1-ден бөледі екенбіз, я? 8, 5, 46, 48, 2, ары қарай бөлінбейді, сонда 62 болады. Деген секілді. Түсінікті деп ойлаймын, қарапайым түрде. Келесі, ондық санау жүйені 16-лыққа аудару. 16-лықты дәл солай, бірақ 16-ға бөліп шығамыз. Мысалы, 255-ті бөлеміз 16-ға. 25-ің ішінде 16 бір рет кездеседі, 9 қалдық қалады. 95-тің ішінде 16
5 рет кездеседі екен. 0, 3, 5, 8, 85. Ой, 15. 80-ді азайттық. Так, 15 қалды. Ары қарай бөлінбейді. Сонда 15, 15. 15, 15 деп жазбаймыз. Бұл бізде 16-лық санау жүйесі болғандықтан ағылшын әріптері түрінде жазамыз. 10 бізде A, 11 бізде B деген сияқты. 12 бізде C, 13 бізде D, E, 15 бізде F деген секілді. Дәл солай 16-ға бөліп отырамыз. Кері аудару, яғни сандар берілген екілік санау жүйесінде 8-дік, 16-лық санау жүйесінде берілген сандарды 10-дыққа ауыстырамыз. Ол кезде мына әдісті қолданамыз. Бірінші мысалды мына жерден түсіндіріп өтейін. Мысалы 10, 11 деген сан берілген. Осы санды 10-дыққа аудару, бұл бізде екілік санау жүйесінде берілген сан. 10-дыққа аудару үшін бірінші мына жерге дәреже қойып аламыз. 0, 0-ден бастап, соңынан бастап, былай қарай. Соңынан бастап, алға қарай дәреже қойып шығамыз. 1-дің дәрежесі, келесі 1-дің дәрежесі, мына жерден 0-дің дәрежесі, одан кейін 1-дің дәрежесі. 0-ден бастап жазып шықтық. 0, 1, 2, 3. Енді бірінші санды жазамыз, көбейту. 2, бізде екілік санау жүйесі, оның 3 дәрежесі. Қосамыз. 0, көбейту. 0-ді жазбай қойсақ та болады, өйткені ол бәрі бірде 0 болып кетеді. 2 дәрежесі қосу, 1 көбейту, 2-нің 1 дәрежесі қосу, 1 көбейту, 2-нің 0 дәрежесі. 2-нің 3 дәрежесі 8-ге тең, қосу, мынау 0 болып кетеді, мынау 2-нің 1 дәрежесі 2-ге тең, қосу, санның 0 дәрежесі 1-ге тең, 11. 11-ге тең екен. 10-дық санау жүйесінде мынау цифрдың кері аударылуы. Дәл сол секілді 8-дік, 16-лық, бірақ бұл жерде мына 2-нің орнына қай санау жүйесіне ауыстырып жатсыздар, сол санды жазасыздар. 8-діктен аударсаңыздар, 8 көбейту, 8-дің 2 дәрежесі, 8-дің 1 дәрежесі деген сияқты болып кете береді. 16 болса, 16-ның мына жерде мысалы, 16-ның 3 дәрежесі, 16-ның 2 дәрежесі, 16-ның 1 дәрежесі. Қалған сандар өзі солай жазылады. Мына жерде мына мысалда түсінбей жатсаңыздар, мынау 16 деген негізі 3 Е ой қазір мына жерден бастап жазайық. 3 Е керісінше Е болып кетті. 3 Е 5 деген А деген 16-лық санау жүйесінде деген сөз. Осыны ауыстыр деген мына жерге дәреже қойып шығасыздар. 0, 1, 2, 3 деп. Сосын барып жазасыздар. 3 көбейту 16-ның 3 дәрежесі қосылған. Е дегеніміз бізде манағы жазғанымыз бойынша 14 көбейту 16-ның 2 дәрежесі қосу 5 көбейтілген 16-ның 1 дәрежесі сөйтіп мына жерде дәл сол мысал тұр ғой. Солай жалғасып кете береді. Енді үй жұмысы ретінде сіздерге тапсырма. Берілген сандарды 10-дық санау жүйесінен 2-лікке, 8-дікке, 16-лыққа аудару. Келесі 2-лік санау жүйесінде берілген санды 10-дыққа аудару. 16-лық санау жүйесінде берілгенді 10-дыққа аудару.
Назарларыңызға рахмет. Хош, сау болыңыздар.